Все главное событие. Да, все главное событие, прошу прощения. Но начинаем, друзья. Ян Феррас против Багдата Жбаныша. Гость из Бразилии прибыл сюда с миссией лишить пояса чемпиона из Актобе, трехкратного чемпиона по любителям Багдата Жбаныша. Қазақстандық әуесқой ММА-дің тарихындағы жарқын жұлдыздардың бірі Багдат Жбаныш бүгін титулдық айқаста өз чемпиондық белбеуін алғашқы мәрте қорғады және тейкдаун бар. Қазір бразилиялық жауынгердің ұмтылысын осылай тосқау қойды. Бірден тіземен қазір қалып соққылардың шетін көрсетті Феррас. Ой, как-то будто бы не прочувствовал, что ли, октагон еще Багдат Жбаныш. Удержать Ферраса ему не удается. Ферразды әдемі әдіспен аяқтан шалып құлатса да, қолда аяққа тұрмайтын бразилиялық файтер. Минимальный вес, моторный, очень динамичные ребята. Да, может быть, не хватает мощи их ударов, но при этом они могут нас удивить. Жылдамдық, техникалық тұрғыдағы біліктілік барлығы екі жауынгердің бойында бар. Әсіресе енді біз Багдаттың кәсіби біліктілігіне еш күмән келтірмейміз. Қазір қарсыласының арқа тұсына қарай шықты. Және де бір ойлағаны бар сияқты Багдаттың бір аяқты салды. Жоқ, бразилиялық әзірге белдесу сәтінде де жақсы қорғаныс әдістерін көрсете алуда. Тордан ұстауға болмайды. Төрешінің бақылауында барлығы. Багдат қарсыласты осылай қара күшке салып біраз бір байлап матап дейміз ғой. Біраз күшін сарп етуге, мәжбүрлеуге тырысуда. Мен қатар әлсін. Осы бразилиялықтың грэпплингін тексеруде Багдат. Такой авторитетный угол у Багдата Жбаныша. Дастан Амангельд, Жалгас Жумагулов, Али Биедрос, который громче всех пока пытается коммуницировать с своим одноклубником. Серия ударов у сетки. Феррас показывает, мне нипочем. Лоу-кик на отмаш. Багдат өнер көрсететін еркін күш клубының пытается раздергивать, хороший боковой. Бір картты толтыруға болады шындығында. Жұлдызды карт болар еді. У Багдата такое случается, что он долго раскачивается, долго входит. Наверное, главное противостояние для него в профессионалах, конечно, с Казбеком Саганом. Во многом минимальный вес именно им обязан своим появлением в Найзае. И противостояние получилось ярким, спорное решение судей. Решение, которое долго будет обсуждаться еще. Но они не оставляют надежды еще встретиться между собой в последующем. В разносторонние стойки встают парни. Жанкер жұрттың үнемі жадында болар деп ойлаймыз. Багдаттың бұған дейінгі қарсыластары үнемі өзінен дене тұрқы бойынша бойы жағынан да ұзын әрі ірілеу болып келетін үнемі. Міне қазір құлаштай соғып көрді Багдат. Через руку, как-то демонстративно поднимает руки Феррас и запускает хороший, короткий, боковой. Ал Феррас қазір барлық. А это уже прочувствовал бразилец. И тут же стойка поменялась. Лучше понял, кто перед ним. Феррас қазір енді сақтықта қорлық жоқ дегендей. Тағы бір соққа. Багдаттың сол қолы қарулы. Және бір қуантатыны Багдат тұрысты қайта ауыстыруды. Странно. Феррас бұл қимыл әрекетімен нені меңзейіп тұр, нені көрсеткісі келеді. Бұл соққының мен шыбын шаққан құрлы көрмеймін деген сыңайы ма әлде не? Пытается вывести на эмоции как-то Багдата Жбаныша и в этот момент найти шанс для себя. Заряжается и подхват очередной у Жбаныша. Багдаттың қорғанысы да тамаша бір. Теряет равновесие. Сваливается и тут же вскакивает Багдат Жбаныш. Шахаттың сүйікті стилінде соққы жасап көрді. Багдат енді қысымды сәт сайын арттыруда. Неплохое колено и опять прочувствовал Жбаныш в корпус. Феррас. Багдат в ответ. Бір мынау айқаста көбінесе ашық төбелеске меңзеп тұр екі тарап. Али Биедрос кричит, он уже устал. Одиночные удары от Яна. Вот фронт-кик.
Осы фронт-кикті Бағдат өте жақсы пайдаланды. Бразилиялыққа, бразилияның стилінде тамаша. Скорее показывает. Ол стилде тамаша бір соққын паш етті Бағдат. Еркін қимылдауда. Өзіне сенімді. Запускает. Бэкфист. И все разнообразие демонстрирует и показывает, что минимальный вес, друзья, Енді в перспективе. Бағдат Жұбаныштың бұл раундта біз барлық 5 қаруында көрдік деп айтсақ болады. Бейне қайталау сәті. Осы сол қолымен жасаған соққысы бразилиялық аса бір қолайсыз болған еді. Бразилиялық көбінесе тіземен жасаған соққылармен жауап қатты. Бағдат қарсыласын бірнеше мәрте еркін құлатты. Еш қиындықсыз құлатты. Бірақ бразилиялықтың біліктілігіне лайықты бағасын беруіміз керек. Қайта аяққа тұрып кетіп, ол да осал азамат емес екендігін тіпті отырған да жоқ. Өз бұрышында қазір. Қалай қаздайып қаққан қазықтай тікесінен тік тұр. Мұнысы да бір психологиялық тұрғыдағы хабарландыруы Бағдаттың бұрышына жіберіп жатқан. Жалпы естеріңізге сала кетеміз, ардақ жанкүйерлер. Бұл титулдық жекпе-жек 5 раунд. Сондықтан да асығыстық керек емес, қажет емес. Екі тарап оны жақсы біледі. Сонысымен де қазір... Но очень сильно сомневаюсь, что бой продлится всю дистанцию. Второй раунд. Жұбаныш, Феррас. Чемпион Амазонки по джиу-джитсу. Это один из самых больших регионов Бразилии. Чемпион Амазонки по грэпплингу, по муай-тай. Ян Феррас, ему уже 30 лет. Ну и рекорд 16-7. Достаточно солидный. Приходилось ему прыгать по весовым категориям. Не всегда он выступал в минимальном весе, но и в наилегчайшей весовой категории тоже. Фронт-кик. Опять вскользь. Хай-кик. Дистанцию найти свою не может. Классная серия со смещением от Бағдата Жұбаныша. И Ферраса голову запрокинула вверх. Бұл бір өткір апперкот болды. Енді удар. Назы бір классикалық жаһандық ММА-дің классикасына тән соққылардың бірі болатын. Аяқпен, өкшемен қарсыласты маңдайдан теуіп қалу. Как Цырукян, да? Бұл енді көп ММА жұлдыздарының сүйікті соққылары. Енді Бағдаттың аяқпен де, қолмен де тең дәрежеде шабуылдай алатындығын көрдік. Міне, бразилиялық қазір жақсы соққысын дартты. Бағдаттың біраз ұмтылысы қарсыласының қорғанысына келіп тиюде. Бразилиялық көп соққы жасап жатқан жоқ. Бірақ мынау Бағдаттың жанында көбінесе артқа шегінумен, соққыдан жалтарумен есте қалуда дейікші. Дегенмен әр сәтте бразилиялық өте қауіпті. Феррас, жақсы хай-кик қазір. Жанай тиді жақ тұстан. Проблема Ферраза в том, что Бағдат Жұбаныш — это кардиомашина. Это человек, который может все 5 раундов провести вот в таком темпе. И это прекрасно знает Казбек Саган. А там, честно признаться, с точки зрения борьбы у Сагана куда больше навыков. Опять сближается, вновь Жұбаныш разряжается боковым. И с разворота. Впервые бразилец пытается перевести, но нет. Да. Просто сваливать, дальше стаскивать себя. Бағдаттың комбинациялық шабуылдары бразилиялықтың мазасын қашырып болды. Феррас жақсы түсініп тұр. Бұған дейінгі өткізген 23 жекпе-жегі Ферраздің. Оның өте жоғарғы деңгейдегі жауынгер екендігінен хабар береді. Тәжірибе бар, тісқаққан, азулы. Міне қазір Бағдат ішткен бастан барлық жақтан ұрып көрді, оң қол дәл тиді. Корпус, голова. Накопительный эффект имеют эти удары. Феррас пропускает достаточно много. Бағдат егер дәл осындай қарқынмен жалғастырса, бұл соққылардың жемісін алдағы раундтарда көреді, алдағы минуттарда. Просто я прекрасно понимаю Бағдата, который мог бы сейчас свалить своего соперника. Тейкдауны у него проходили, ему удается перевести соперника на нулевой этаж. Но он хочет показать, что зрелищным может быть любой бой с его участием в минимальном весе в целом. Үстемелей ұрдуда енді тоқтайтын бір қарқыны жоқ Бағдаттың.
Бразилиялық оны жақсы түсінеді ғой. Сондықтан да әрбір атар оғын Феррас қазір есептеп жұмсауда. Хай-кик. Ал Бағдаттың автомат іске қосылған сәтте бразилиялыққа тек қана бұғудан басқа шара жоқ. Ощутимо в корпус с левой. Бразилиялықтың өзі қазір өз соққысының екпінінен құлауға шақ қалды. Бауыр тұстан тамаша дарыды. В печень. Колено в прыжке, который скорее должно отогнать Жбаныша. Бағдат кел дейді. Қашқақтап тұрған бразилиялық жоқ. Бірақ мінекей, иығын көтере тастап бразилиялық жақсы бір қорғаныстың сипатын көрсетті қазір. Ферраздың мәнері қарқын қосу емес, керісінше Бағдаттың қарқын сәт сайын басып, өзінің бір сценарийін алып келгісі келеді айқас алаңына. Бірақ мінекей, тамаша тіке соққы. Құлаштай бар. Бағдат тамаша күтіп алды. Затанцевал уже Феррас. Бәлкім өтірік алдап жүрген сыңайлы ма? Бразилиялықтың түріне қарасаң, соққылардан кейін біраз. Ну нет, пока много, откровенно много он пропускает. Бағдат. Қандай соққылар енді. С разворота. Класс. Здесь печень проходит этот удар и левый прямой. Дальше догоняет соперника. Да, 10 секунд до конца второго раунда. Богдан Жбанаш зажимает соперника, колени. Короткий! Это все! Срочная победа! Богдан Жбанаш защищает свой чемпионский пояс. Және ардақ жанкерлер, көргендеріңіздей бүйір тұстан біздей қадалған 2-3 соққы бұл айқастың тағдырына бір шешуші рөл атқарды. Ал айқастың нүктесін Бағдаттың үстемелей жаңбырша жаудырған соққылары қойған болатын. Қазір бейне қайталауды тағы бір сәт тамашаласақ, бразилиялық алынбас қамалдай көрінген еді. Бір сәтте. Міне, бейне қайталау. Бүйір тұстан бірнеше соққы, одан кейін осы 10 қолмен жасаған еттен келіп тиген соққы бразилиялықтың етпетен құлауына жол ашты әрі қарай. Соңғы секундтарда Бағдат өзінің мүмкіндігін жіберген жоқ. Тамаша вот нокдаун. этот короткий удар в челюсть сваливается буквально Феррас, и дальше серия добивающих ударов, который не имел такого большого значения. Здесь правильно все рефери рассудил. Это TKO, да. Тамаша нокаут, тамаша жеңіс. Чемпион өзінің атағын қорғады лайықты түрде. Енді кім? Бұл сұрақ өз алдына Сабзира. Қызық болады. Құрметті ағайындар, төрешілердің шешімін хабарламас бұрын тағы да жауынгерлерге осы жекпе-жек үшін қошемет көрсетейік жараян! Ждем объявления, мы результаты этого поединка. Но, насколько я понимаю, задержит человек, который должен был вручить пояс Багдату Жбанышу. А вместе с тем, все главное событие этого турнира Найза 70 подошло к концу. Впереди лишь главный бой всего вечера.
Шавкат Рахмонов в окружении огромного количества сотрудников правоохранительных органов вместе с Давлетом Турлухановым, нашим прославленным спортсменом, появляется у октагона. И тут уже вскакивают абсолютно все. Понятно. Боец UFC. Второй номер. Полусреднего веса. Ultimate Fighting Championship уже в октагоне. Но не для того, чтобы с кем-то подраться. Да, для Давлета Турлуханова это не самая частая практика, потому ему нужна помощь Нурбека Карамала. Надевают пояс на Багдата Жбаныша.